Құрманғазының шыққанын біліп іздеп шығыпты. Екеуі жайықтың жағасында кездескен екен дейді. Қыстың күнгі мезгіл болса керек. Екі өнерпаз кездескеннен кейін ел аралап күй тартып жыр айтыпты. Сөйтіп біршама уақыт өткеннен кейін күндердің күнінде Есқали деген атақты сопы бар, дін ұстайды дегенді естіп, осы Есағаңның шаңырағына түсейік деп, екеуі ала келген уақытта белдеуге келіп атпайлапты. Қазақтың салты бойынша сөйлес-ау дейтін көрді. Сөйлескенде үйден адам шығу керек. Кекірен деген келіні бар екен. Екеуінің алдын бір көсіп кете беріпті. Оның тыңдайтын Қашаған мен Құрманғазы ма атты байлап тастап, үстіндегі көпесін тастап, тымағын алып, етігін шешіп, төрге жайғасып отыра берді дейді. Сол уақытта сопының 1,5-2 жастағы бауырын көтеріп қалған баласы бар екен. Екі жолаушының түріне қарап, ұстап келген домбырасына қызығып, қолын созып қоймағаннан кейін, молданың баласында бір шертері барып шығар деп, ана қорабынан домбыраны босатып алып, қолына берген екен, тықылдатып. Сол уақытта дәрет суын алып, сырттан қақырынып, түкірініп, Есқали кіріп келетті дейді. Сондағы бірінші айтқан сөзі, бұл не қылған қуағаш, қайдан келген қуағаш деп, бір боқтап жіберсе керек арасында қазақшалар. Сонда домбыраны қолға алып, Қашаған былай деп айтты дейді. Маңғыстау өңірінде бұны жарты сағат айтады, бірақ енді сіздерге содан бір 5-6 минут үзінді тыңдатайын деп отырмын. Адайдың атақты 7 қайқысына 8-ші қайқы болып қосылып келе жатқан жас талант Нұрым Асқанов деген азамат Маңғыстаудан келіп отыр. Қашағанның жырымен. Қашаған ақын келді деп, ай кеудесі мұның кеңді деп, кеңес берер енді деп. Мен сіздерге кеңес беруге отырған жоқпын сыйланып, нәресте сәби баламен, жасыда жеткен шаламен шығып жүре беруге отырмын өзім бағып. Мынасы бекеңмен ешек көрдім, сыпының сөзін түк көрдім, ел аралап жүргенде сендей монтаны сыпыларды көп көрдім. Ақылы бар мил адам, азамат елге тектей ме, қонағына келген кеттей ме, тәубемді көп деп мақтансың, басыйсан да құдай қарғаған, азғырып шайтан алдаған. Сен келе саласы беке, домбырамды боқтадың, домбырамды боқтасың, өзімді басқа соққаның, сыпылығың қай жақтағы, ішім тентекке ұқсадың ай. Қолымдағы қуағаш, сайрап отырай бұл ағаш, асылы емен қарағайы, шыққанда жері суағаш. Әруақты ерлердің қолындағы туағаш, жаның сая табатынды, орманда болған ай бұл ағаш. Бұтақтары бүгіліп, көктен төмен үңіліп,
Karnın aşıp kelgendigi yüreğimde жалғауға нәсіпте болған бұл ағаш пайғамбарлар туғанда бесікте болған бұл ағаш мұнаралы әр жерде мешітте болған бұл ағаш Ибрахим қақпа салғанда есікте болған бұл ағаш өзіңді халық сұлы дейді боқтағаның айқай ағаш пайғамбардың ай кезінде болған екен ай көбірістің ішінде жәбірейін жаннаттан алып та келген ай төрт қылыш атын айтайын бірінің аты қамқам бірінің аты самсам бірінің аты Зұлқажа бірінің аты Зұлпықар қынабына солардың сапта болған ай бұл ағаш әр уақыты ерлерге жақта болған ай бұл ағаш дариядан өткендегі бірақта болған ай бұл ағаш қарыппенен айқасерген суатта болған жетімменен жесірген қуатта болған ай бұл ағаш қараңғыда жарығы қуатта болған ай бұл ағаш өзіңді қалғай сұлы дей боқтағаның айқай ағаш асада болған бұл ағаш аңдып жүрген шайтаннан тасада болған бұл ағаш жаңа бір дәрет алғандай сәждеге басың салғандай оқып болып намазды аузыңа салған мәсуек ағашым ярқан басып еке қалай айтасың ауызменен әлхамдай домбыра күнә десеңіз жиынменен тойдығы ішегін күнә десеңіз жұмақтан келген қойдығы пернесін күнә десеңіз есе бол тәнің 12 құлағын күнә десеңіз Хазіреті Біләлдің құлағы екен деседі тиегін күнә десеңіз шиеленген сырды шешеді пайғамбар жеті сазбен жерге кеп күй тартыпты деген бар ол күндегі құдасаз бұл күндегі құдасаз сазды күнә деп жүрген молдеке сенің ақылың аз сұбеке білмей адаспам домбыраның бізге күнәсаз үстіңе тіккен үйіңіз шақырсаң бұған келмей ме Хазіреті қалбі биіңіз ас салып берер ай табағым сусын ішер аяғым ағаш емей немей басыңда бар ма миыңыз қаншасы болсаң да кеткен жоқ па енді сүйіңіз сияқты көмегім
Елдос Еміл сияқты бауырларымыздың ізін басып келе жатқан осындай талантты өнерпаздар бар. Аллаға шүкір дейік. Әнеміне дегенше өзі кішкентай ғана кештің аяғына да жақындап қалдық. Әнеміне біз де 90 ауыз сөздің толықтай түйін шығарамыз.